Жеті мойын омыртқасы вертебрат cervicalis нағыз және жалған болып бөлінеді. Жалғанға бірінші және екінші омыртқалар жатса, үштен ары қарай нағыз омыртқа болып саналады. Мойын омыртқаларының басқаларға қарағанда бірнеше ерекшеліктері бар. Бірінші ерекшелігі оның көлденең өсінділерінде. Көлденең өсіндісі процессус трансверсусты артерия және де жүйкеге өтетін тесік орналасқан форамен процессус трансверсалия. Мына жерде көрсеңіздер болады. Бұл көлденең өсінді арқылы туберкулум антериор және де туберкулум постериор болып бөлінеді. Және де тек мойын омыртқаларына тән келесі ерекшелік ол оның қылқанды өсінділерінің ұшы екіге айырылуында. Басқа омыртқаларда қылқанды ұшы бүтінде кездеседі. Және де келесі айырмашылығы оның қылқанды өсіндісінде ілмек болуы. Оны процессус ункинатус деп атайды. Және де осы мойын омыртқаларының ішінде ерекшеленетін 6-шы және 7-ші мойын омыртқалары бар. 6-шы мойын омыртқасының алдыңғы төмпешігі басқаларына қарағанда үлкен. Сол себепті оны туберкулум каротикум деп атайды. Ол жерге ұйқы артериясын тақап қан ағуын тоқтатуға болады. Келесі 7-ші мойын омыртқасы, оның ерекшелігі қылқанды өсіндісінде. Ол екіге айырылмаған және де оны мойынды төменге қарай еңкейткенде қолмен ұстап байқауға болады. Ұстап байқауға болатын болғандықтан оны шығыңқы айқын вертебра проминенс деп атайды. Бұл презентациядан мойын омыртқа бағанын байқай аламыз. Бағанда бірінші көзге түсетін ол 7-ші мойын омыртқасының қылқанды өсіндісі. Ол басқаларына қарағанда әлде қайда ұзынырақ және тіке орналасқан. Басқа омыртқалар екіге айырылған болса, 7-ші омыртқа өсіндісі екіге айырылмаған, ол тұтастай. Және де басқа бірінші, екінші мойын омыртқалар анатомиялық құрылысы бойынша ерекшеленеді. Оларға кейін тоқталып өтеміз. Дәптерге конспект жазып алу үшін осы презентацияны қалдыратын боламын. Асықпай жазып алыңыздар, және осында суреттер болады, олардың бәрі мойын омыртқалары. Келесі видеода кездескенше Instagram парақшама жазылыңыздар.